Hello everyone! Бүгінгі сабақта ағылшын тілінде көп кездесетін have пен have got конструкциясы туралы, олардың айырмашылығы бар ма, жоқ па, соны білетін боламыз. Сабақты соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Let's get started. Have пен have got бар болу, иелену деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I have a new bag. Менде жаңа сөмке бар. I have got a new bag. Менде жаңа сөмке бар. Байқағаныңыздай, екі сөйлем бірдей аударылады, екеуінің де мағынасы бірдей. Have етістігінде have got конструкциясында қолдана беруімізге болады. Ал олардың айырмашылығы қандай? Сабақтың соңына дейін айтатын боламын. Have пен have got I, we, you, they есімдіктермен қолданылады. Оларды қысқартып айтатын болсақ, I've got менде бар, we've got бізде бар, you've got сізде, сіздерде, сенде, сендерде бар, they've got оларда бар. Ал he, she, it есімдіктермен has және has got қолданылады. Қысқартып айтатын болсақ, he's got ода бар, ерлер, ұлдар туралы айтқан кезде қолданылады. She's got ода бар, әйел, қыздар туралы айтқан кезде қолданылады. It's got ода бар, жансыз нәрселерді және жануарларды айтқан кезде қолданылады. Ал енді айырмашылығына тоқталайық. Have етістігін қолданған кезде болымсыз сөйлем жасау үшін бізге міндетті түрде көмекші етістік қажет болады. Көмекші етістігіміз do, does. Мысалы, I don't have a new bag. Менде жаңа сөмке жоқ. Яғни, have етістігі арқылы болымсыз сөйлем жасадық. Don't көмекші етістігін қолдандық. Don't, do, not'тың қысқартылған түрі. Ал have got арқылы болымсыз сөйлем жасайтын болсақ, бізге ешқандай көмекші етістіктің қажеті жоқ. Have got'тың өзі болымсыз сөйлем жасай алады. I haven't got a new bag. Менде жаңа сөмке жоқ. Haven't, have, not'тың қысқартылған түрі. Тағы бір мысал. I don't have curly hair. Менің шашым бұйра емес. Сөзбе-сөз аударатын болсақ, менде бұйра шаш жоқ. He doesn't have curly hair. Оның шашы бұйра емес. He есімдігімен doesn't көмекші етістігі қолданылады. I haven't got curly hair. Менде бұйра шаш жоқ. Менің шашым бұйра емес. I haven't got ешқандай көмекші етістіксіз-ақ өзі болымсыз сөйлем жасап тұр. He hasn't got curly hair. Оның шашы бұйра емес. Ал сұраулы сөйлем жасаған кезде have етістігі әрине do, does көмекші етістіктерін көмекке шақырады. Do you have curly hair? Сенің шашың бұйра ма? Немесе сөзбе-сөз аударатын болсақ, сенде бұйра шаш бар ма? Yes, I do. Немесе no, I don't деп қысқаша жауап бере аламыз. Үшінші жақ туралы сұрайтын болсақ, does he have curly hair? Оның шашы бұйра ма? Yes, he does. No, he doesn't деп қысқаша жауап бере аламыз. Айтып өткеніміздей, сұраулы сөйлемде де have got ешқандай көмекші етістікті қажет етпейді, ол өзі-ақ сұраулы сөйлем құрай алады. Мысалы, have you got curly hair? Сенің шашың бұйра ма? Сұрақ қойған кезде have етістігін бастауыштың алдына шығардық. Yes, I have немесе no, I haven't деп жауап бере аламыз. Сондағы бір айырмашылығы, have етістігі болымсыз және сұраулы сөйлемдерді жасау үшін көмекші етістікті қажет ететін болса, have got көмекші етістікті қажет етпейді. I, we, you, they есімдіктермен don't have қолданылса, he, she, it есімдіктермен doesn't have қолданылады. Ал haven't got I, we, you, they есімдіктермен қолданылады. Hasn't got he, she, it есімдіктермен hasn't got қолданылады. Сұрақ қойған кезде do, does, have, has етістіктерін бастауыштың алдына шығарамыз. Және көздерімізді сипаттау үшін, шашымызды сипаттау үшін, немесе басымыздың ауырып тұрғанын айту үшін де have пен have got'ты қолданамыз. Мысалы, I have blue eyes. I have got blue eyes. Менің көздерім көк. I have straight hair. I have got straight hair. Менің шашым тік. I have long hair. I have got long hair.
Менің шашым ұзын. I have a headache. I have got a headache. Менің басым ауырып тұр. I have a toothache. I have got a toothache. Менің тісім ауырып тұр. Демек, бұл сөйлемдерде де have пен have got екеуін де қолдансақ болады. Тек болымсыз сөйлем мен сұраулы сөйлемде өзгереді. Мысалы, I don't have blue eyes. I haven't got blue eyes болады. Сұрақ қоятын болсақ, do you have blue eyes? Have you got blue eyes? Okay, that's it for today. If you like my lessons, please subscribe to my channel. Bye bye.